Зарядка. Тамаша. Телефондарында осылай зарядкаға қойғанда сөйлеткілерің келсе, осы Зарядка. видеоны Тамаша. аяғына дейін көріңдер. Ал олай болса, телефонды зарядкаға қойғанда сөйлету үшін біз Play Market приложениесіне кіреміз. Осындағы іздеу батырмасына макро сөзін жазамыз. Сол кезде MacroDroid деген приложение шығады. Осы приложениені тартып аламыз осы ұнайды. Мен тартып қойғам, одан арқай открыть батырмасын басамыз. Сол кезде плюс добавить макрос деген батырмасын басамыз. Және мына қызыл жолақтағы біріншідегі қызыл батырманы басамыз. Және батарея бірінші батырманы басамыз. Бұнда дағы бірінші батырманы басамыз. Сол кезде бізде екі сөз шығады. Бірінші сөзде зарядка қойған кезде сөйлейді, екіншісі зарядканы өшірген кезде сөйлейді. Біз зарядканы қойған кездегі сөзді таңдаймыз. Ок батырмасын басамыз. Ары қарай зарядканың түрлері проводной, беспроводной, қандай зарядкаға қойса да бізге сөйлеу үшін үш сөзді де таңдаймыз. Ары қарай ок батырмасын басамыз. Келесі көк жолақтағы плюс батырмасын басамыз. Бұдағы үшінші тұрған батырманы басамыз. Және оң жақтағы фонариктің үстіндегі астыңғы жақтағы текст батырмасын басамыз. Және осы жерде текст жазамыз. Бұған текстке кез келген сөзді жазуға болады. Қандай сөз болсын, атыңызды болсын, зарядка алып жатыр болсын, қандай сөзді жазсақ та болады. Мысалға мен жазайын. Мысалы зарядка деген сөзді жазылайын. Және мына бірінші тұрған тон батырмасында тон батырмасы бұл дыбысты өзгертеді. Мынау екіншісі скорость дыбысты жылдамдатады. Тексеру үшін тестировать деген батырманы басамыз. Зарядка. Бұда тонны басында қойсақ бұл ер адам дауысы шығады, ортасы әйел адам дауысы, солай Зарядка болады. Ары қарай окей батырмасын басамыз. Осылай біз телефонды сөйлетуге болады. Егер ұнаса, лайк басып тіркелеміз.